Бұл жерде медициналық бахила өндіріледі. Бизнесті сіз декретте жүрген кезде бастадыңыз, иә? Я. В 2018 году я находилась в декретном отпуске и, как говорится, чем бы заняться, просматривали бизнес-идеи. Датчик бар, санайтын, қанша шығарған саны. Мұнда қараймыз, 250 штук. Мына коробка 250 штук шыққанда бізде уже біткен неге упаковка саламыз. Негізгі жұмыс күзде, қыста қызады екен, иә? Сол үшін кейбірде үлгермей жатамыз біз соның бәрін істеуге. Мен қазір Оралдағы тағы бір өндіріс орнына келдім. Бұл жерде медициналық бахила өндіріледі. Мынау біздікі өзінікі өндірісті, ол сапасы жау екен, қымбатты еместі, оны алуы керек. Сол мәселені біз қазір шешелеміз. Хат жазамыз, бір мақаланы жазамыз. Егер ешкім білмесе болған, мына жерде келсін, қарасын, қалай сапа жақсы. Бұл кәсіптің иесі Алмагүл ханым. Алмагүл ханым, бұл бизнесті қалай бастадыңыз, идея қайдан келді? 2018 жылда біздер заявка беріп управление предпринимательства, сосын бізге несие берді, 6% бастау бағдарламамен біздер оборудование по производству бахил шығарамыз. Енді бахил полиэтилен скрепляется латексной нитью и под высокой температурой склеивается. Размер бахилы регулируется в зависимости от предпочтений, но у нас настроено на 43-46 размеры, то есть длина бахилы 46 сантиметров, а высота бахил 16 сантиметров. В 2021 году мы подали заявку в управление предпринимательства. Фондом ДАМУ был объявлен конкурс на выдачу гранта. В ноябре 2021 года нам был одобрен грант, и мы приобрели оборудование по производству бахил с двойной подошвой. Данное оборудование изготавливает бахила автоматически из двухслойного слоя полиэтилена, также скрепленный латексной нитью. Данный вид бахил широко используется в зимний период, так как усиленная форма, инновационный подход на, как говорится, на изготовление. Простые обычные бахилы в летний период обычно используют и имеют спрос очень большой. Также бахилы используются в стоматологии, в медицинских центрах, в учебных заведениях, в фитнес-центрах для поддержания чистоты, порядка и соблюдения санитарно-гигиенических норм. Бизнесті сіз декретте жүрген кезде бастадыңыз, иә? Я. В 2018 году я находилась в декретном отпуске и, как говорится, чем бы заняться, просматривали бизнес-идеи. Благодаря поддержке моей семьи, благодаря поддержке управления предпринимательства, фонда ДАМУ, наши идеи как бы воплотились в жизнь, и результат налицо. Мы имеем бахилы, которые поставляем по всей области, по всему городу, близлежащим областям, Атырауской, Актауской. Декретке дейін қайда істедіңіз сонда? Я работала в государственных органах, я работала в частных организациях. Мамандығыңыз кім сонда, кәсіби негізі? Юриспруденция. Юрист? Я работаю в судебных органах, в органах юстиции и т.д. и т.п. На госзакупках я сидела, участвовала, в кадровом делопроизводстве занималась. Шикізатты қайдан аласыз? Сырье? Сырье мы закупаем с Российской Федерации, город Самара, полиэтилен идет, а латексный нит идет Екатеринбург, город Екатеринбург. Өндіріс қуаты қалай? Айына немесе күніне қанша бахила шығаруға болады бұл жерде? Максимум? 50-100 тысяч мы можем выпустить, да? Мощность самого станка 100-120 штук в минуту. Также зависит от спроса клиента. Какая заявка приходит, насколько. Например, зимний период, осенний период, все бахилы. Бұл жаңа құрылғы қалай жұмыс жасайды? Бұл құрыл
қалай жасайтын. Анда пленкадан басталады, сосын пленка өткізіп, осы жерден өтіп, екі табанды бахил шығаратын құрал осы. Екі пленка өтеп, осы жерден бірінші табан, сыртынан екінші табан мындай өтіп, резинкасы өтеді, резинканы өткізіп, осы жерден клейлейді, жандарынан клейлеп, осы жерден анда бұрылып, бас жағын клейлейді, жанын клейлейді, и осы жер уже сым температурасы кеседі осы жерде. Мына пышақ уже окончательно кеседі осыны. Мына шығарғанда уже бахил осындай шығады. Негізі тағы бір пленка бар, екі табанды бахил. Сапасы өте жақсы. Осылай екі слоймен шығаратын бізде Қазақстанда санаулы ғана дейді. Санаулы, иә, батыс Қазақстан бойынша мүлде жоқ. Былтыр Астанада, сосын Алматыда ашылған. Былтыр, бірақ біз 21-де алып едік. 21-де алғанда, грант алғанда, осындай Қазақстан бойынша да болғанда. Былтыр бар, таныстым жігіттермен бір-біріне совет береміз, ақылдасамыз, бөлісеміз. Сосын бізде датчик бар, санайтын қанша шығарған саны. Қараймыз, 250 штук. Коробка 250 штук шыққанда бізде уже бүткеміз, неге упаковка саламыз. Сосын уже отдельно коробка саламыз, сосын таратамыз заявка бойынша. Аппарат толық автоматтандырылған ғой, толық, да. Тек бәрі оператор қояды, температураны біз қараймыз. Күйдіре ме, күйдірмей ме, клейлейді. Кейде пленка кейде қалыңдау болады, жұқалау болады. Қалыңдау болса клейлемейді, онда температурасын көтереміз. Жұқасы болса күйдіреді, оны температура түсіреміз біздер. Оператор сол қарайды, оны өлшейді. Қарайды қандай температураны. Сол негізі бәрі автомат бойынша бәрі. Автоматпен температура қоямыз. Өзі мына ішінде регулируйтейді, температура көтереді, түсіретін несі бар, датчиктары бар. Ондай процесс ауыр емес, бірақ өте мұқият қарау керек температурасын. Бірақ өзі бәрі клейлейді, кеседі. Тек оператор қарайды. Бір жәшікте қазір қанша бахила бар? Осы екі қабатты бахил қалыңдау болады. Сол үшін біз жәшікке салғанда 250-ден саламыз. 250 пар ғой, да? Жұқа бахил 400-ден саламыз. Оптовый продаж, опт дегенде солай сатамыз. Оны кейбір аптекаға бергенде 100-ден, 200-ден құрттайлы пакетке салып жібереді. Бізде де ондай мүмкіншілік бар. Жәшікке түскен бахилды бүктеп. Сосын пакетке саламыз. Пакетке салып жібереміз. Солай кісілер үйренген бізден алуға. 200 лира болса, бір алатын кісілер, оларға 4 маечканы береміз. Негізгі жұмыс күзде, қыста қызады екен, е? Сол үшін кейбірде үлгермей жатамыз біз соның бәрін істеуге. Осылай қысып, байлап, общий жәшікке салып жібереміз. Салғаннан кейін әр кісіге қанша керек болады, сол үшін санап бере береміз. Медициналық жаңағы мекемелерден бөлек, жаңағы спорт нысандарды алады, басқа да мекемелер алады ғой? Ала береді. Біз алатын Жамбылдан да алып жүрді, госзаказ бойынша. Ақтауда алған, көп алатын Орал мен Атырау. Бәсекесіз бизнес түрлерін бұған дейін де түсірген едім. Тағы да жалғастырамын, сондықтан каналға тіркеліп қойыңыздар. Қазақша контенттің дамуына, қазақша каналдың дамуына бірге үлес қосайық.